Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаздық өте дәмді лимонды кекстің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен қант және бөлме температурасындағы жылы сары майды жақсылап 5 минут көлемінде миксермен араластырамыз. Қаншалықты көп миксермен араластырсақ, соншалықты кексіміз үлпілдек болып шығады. Бөлме температурасындағы жұмыртқаларды қосып, миксермен қайтадан жақсылап араластырамыз. Лимон суын және қабығын қосамыз. Қопсытқыш, шым-шым тұз және електен өткізілген ұнды қосамыз. Миксермен қамыр біркелкі болғанша араластырамыз. Мынадай капсулаларға жартылай толтыратындай қылып салып шықтым. Жартысынан көп салмауға кеңес беремін, себебі қамыр өте жақсы көтеріледі. Алдын ала 180 градустай қызып тұрған пешке 20-25 минуттай пісіреміз. Кексіміз өте әдемі болып шықты, толық суығанша күтеміз. Кремі үшін салқын кілегей, қант ұнтағы және салқын творожный сырды миксермен араластырамыз. Бұл кексті кремсіз де жеуге болады, өте дәмді болып шығады. Кремді кондитерлік қапқа салып, қалағанымызша әсемдейміз. Мен лимон бөліктерімен әсемдедім. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдырыңыздар. Каналымның ары қарай дамуы үшін бұл өте маңызды. Алғысымды білдіремін. Сіздермен болған бар шын.